Баршаңызға сәлем. Сіздермен тілгеспек жоқ. Басқа ақпарат құралдары айтпағанды біз айтамыз. Жанболат Мамай мен Инга Иманбай деген азаматтардың кім екендігін біздің көрермендердің көбі мен айтуымсыз-ақ біледі деп ойлаймын. Тоқаевты жауапкершілікке тартуды талап етеміз. Халқына қарсы оқ атқан адам мемлекет басында отыруға қақысы жоқ. 2019 жыл саясаткер мен журналист Мамай партия құрам деп хабарлаған болатын. Содан бергі 3 жылда саясаткер мен жақтастарына көрсетіліп жатқан қысым аяқталар емес. Заңсыз қамаулар, қоқан-лоққы көрсету, Мамайдың жақтастарының бірінің тіпті көлігінде өртеп жіберген. Осы жылдың 13 ақпанында Алматының республика алаңында жүздеген адам қатысқан қаңтар құрбандарын еске алу шарасы өткен. Оған елдегі түрлі саяси күштер, белсенділер, қала тұрғындары қатысқан. Жиналғандар қаңтар оқиғасын тәуелсіз зерттеуді, ұсталғандарды азаптауды тоқтатуды талап еткен. Кейбір адамдар президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа импичмент жариялау туралы да ұсыныс айтқан. Ал ақпан айының соңында Жанболат Мамай 13 ақпан күнгі қаңтар оқиғасын еске алған азалы митингіге қатысқан үшін 15 күнге қамалған еді. Демократиялық партия құрғысы келетін бастама топ жетекшісі Мамай 12 наурызда әкімшілік қамаудан босап шығуы тиіс болған. Алайда полиция саясаткерді босатпады. Адвокат Жанар Балғабаеваның айтуынша жалған ақпарат тарату мен мемлекеттік қызметкерді қорлау баптары бойынша істе Жанболат Мамай қорғануға құқысы бар куәгерден күдікті статусына ауыстырылған. Енді Мамай тағы 2 айға қамауға алынды. Бір қызығы, бұл жағдай Тоқаевтың жаңа реформалар туралы жолдауының алдында бірнеше күн бұрын-ақ болған екен. Бүгін бізбен бірге студияда саясаткер, журналист, құқық қорғаушы және Жанболат Мамайдың жары Инга Иманбай. Инга, ең бірінші сұрақ, сәлем. Сәлем. Ең алдымен әрине ең бірінші сұрақ, Жанболаттың қазіргі жағдайы не болып жатыр? Кіріп шықтым деп айттың, сол туралы айтып берсең. Иә, мен тергеу орындарынан қорғаушы статусын алдым. Яғни Жанболат менің заңды күйеуім болғандықтан, ол менің құқығым адвокатпен қатар қорғау ісіне араласу, Жанболатты түрмеде көріп тұру. Бұған дейін де Жанболат қамауға алынған күннен бастап біз Жанар Балғабаеваға өтініш айтып, Жанболатқа адвокат күнделікті кіріп тұрды. Оған үлкен себептер бар. Қаңтар оқиғасы кезінде сол Си-18-де де, басқа да полиция департаментінде қанша адамның азапталғанын біз өте жақсы білеміз. 2017 жылы біздің Трибуна газетін жапқан кезде Жанболатқа сол Си-18 түрмесінде қысым көрсетіліп, азаптау фактісі болған. Сондықтан біздің алаңдаушылығымыз ол объективті жағдай. Енді кеше Жанболатқа кіру құқығын мен де алдым, кеше кіріп шықтым. Жанболат қашандағыдай өзін сондай байсалды, әдеттегідей ұстайды. Бұл өте дұрыс емес жағдай десек те, авторитарлы елде күрес жағдайында жүрген біз, бүгін болмаса ертең қай-қайсымыздың басымызға, әсіресе Жанболаттың басына сол келетінін біліп жүрдік. Сондықтан Жанболат саналы күрес жолын таңдаған адам. Сондықтан ол түрмені де басқаны да байсалды түрде қабылдайды. Қазір де жақтастарына сәлем айтып, барлық қолдап отырған әріптестеріне, журналистерге, оның ішінде сіз де барсыз, рахметін айтып отыр. Сондықтан Жанболатқа қазір қолдау өте маңызды. Идея үшін, күрес үшін түрмеге түскен адамға жалғыз азық, нан емес, тамақ емес, ол қолдау. Біз, мен де, адвокат та Жанболатқа қазір көріп отырған адамдар Жанболатқа қолдауды, оң пікірді жеткізуге тырысып отырмыз. Және Жанболат оны өзі де білет, себебі өзінің жолының, таңдауының ақ екенін, бұл елде әділеттілікті қалайтын адамның барлығы оны қолдайтынын ол жақсы біледі. Ал жалпы полиция нақты не деп айып тағып отыр, не бүлдірдің деп отыр, сол туралы айтып кетсең. Не бүлдірдің дегенде Жанболатқа сіз жаңа айтып өткендей, партия құрам дегелі бері
қысым күшейген, және ол қысым бір әкімшілік басқа емес, ол қылмыстық істер. Жанболаттың бір басында бірнеше қылмыстық іс болған. Осы жақында Жанболат қамалғалы бері әртүрлі құқық қорғау ұйымдармен, басқамен жиындар, жиналыстар, брифингтар өткізіп жатырмын. Сол кезде бір құқық қорғаушы өте сондай анық формулировка айтты да, Қазақстанда соңғы жылдары бір басында сонша қылмыстық іс бар, саясаткер болған емес деп. Шынымен, Жанболатта соңғы 2-3 жылда бір басында кемі 2-3 қылмыстық іс жүреді. Оның біріншісі 378 бап 18 қыркүйек күні Алматыда митинг өтті. Ол мемлекеттік қызметкерді қорлау. Мемлекеттік қызметкерді қорлау. Ол митингке келген бойда ол көптеген тәуелсіз бақ құралдарында ол митинг туралы бар, мысалы властьта Жанболаттың суреттері, видеосы сол кездегі. Ол митингке келіп көліктен түскен бойда полиция қызметкерлері тарпа бас салып, оны ұрып соғып алып кетпек болды, бірақ сол митингке келген жақтастары полициямен қақтығысқа түсіп, Жанболатты полиция қолынан алып қалады. Сөйтіп Жанболатты қорғаймын деген жақтастарына қол көтереді полиция қызметкерлері. Сол кезде Жанболат ыза болып, өзінің жақтастарына, үлкен кісілерге, қол көтерген полиция қызметкерлеріне қарата қара бет деген сөзді пайдаланады. Сол сөзге бола бір топ полиция қызметкерлері Жанболаттың үстінен арыз жазған. Ең қызығы, сол іс қозғалған қазан айынан бері біз тергеуден үнемі адвокат арқылы сұраймыз. Нақты қорланған кім? Аты жөні кім? Қорланған адам, арыз жазған адам, оның арызы тіркелсе, сол бойынша тергеу басталса, қылмыскер деп Жанболатты тергеуге қайта-қайта шақырып жүрсе, біз қорланған адамды көруіміз керек қой. Бірақ көрсетпейді. Бір топ полиция қызметкерлері Жанболаттың үстінен арыз жазған деп айтады, бірақ оның бірін де біз білмейміз әлі күнге шейін. Екінші айып ол қараша айында қозғалған 274 жалған ақпарат таратты деген айып. Ол кредиттік амнистия бойынша. Қазақстанда қазан айында заң қабылданады. Қазақстанда енді тұрмыстық деңгей, әлеуметтік теңсіздік нәтижесінде тұрмыстық деңгей өте төмен. Көпшілік несиеден алған жалақылары күнделікті өмір сүру емес, несиесінен артылмайды. Арғарай тамақ алу үшін адамдар несие алады. Сондай жағдайда енді сол әлеуметтік теңсіздікті қандай да бір кішкене қалыпқа келтіру үшін Жанболат саясаткер ретінде соңғы 2 жыл несиелік амнистия туралы айтып келе жатыр. Оның заңдылығы туралы, керектігі туралы, әлеуметтік қазіргі напряженності алу үшін де оның тіпті билікке керек екенінде Жанболат қанша уақыттан бері дәлелдеп келе жатыр, 2 жылдан бері. Осы орайда қазан айында мемлекет өзі енді қорқа бастағаннан ба заң қабылдайды. Егер несиесін тіпті төлей алмай жатқан адам болса, тіпті оған 1 қазан заң қабылданған күн, адам келіп несиені реттеу агенттігіне арыз жазып, ол агент өз тарапында банктерге тапсырма беріп, солай жеңілдетуге болады деген заң қабылдайды. Ол заң бар, біз оны көрсеттік, жарияладық. Жанболаттың эфирінде де ол заңға сілтеме жасады. Содан Жанболат эфирінде айтады: міне несиелік амнистияның өзін жасамаса да, мемлекет несиелік қиындықтың қазір әлеуметтік напряженность туғызып тұрғанын білет. Сондықтан міне осындай заң қабылдады. Сіздер несиеден қиналып жүрсеңіздер, жаңа график, жеңілдетілген график басқа алу үшін осы агенттікке барып арыз жазыңыздар. Өздеріңіз құқығыңызды пайдаланыңыздар. Мына заң қабылданыпты, сол заңды пайдаланыңыздар деп эфир жасайды Жанболат. Дәл сол кезде анау ипотекалық әртүрлі әлеуметтік осал топтарға арналған
не жеңілдікте қабылданған. Жанболат оны да қатар айтады. Егер сіз қандас болсаңыз, немесе не мүгедек болсаңыз, басқа болса, онда осы ипотекаңыз болса, бұл заңды да пайдаланып қалыңыздар. Жалған ақпарат қай жерде де отыр, ол айтқан сөзінде. Сол жалған ақпарат қай жерде екенін айтпайды олар. Жанболат соны айтады, эфир жасайды. Оны көрген мыңдаған қазақ, қазір өздері айтып отыр, 8,5 мың адам келіпті бір аптаның ішінде оларға. Мыңдаған қазақ барады, сол жерге арызын жазады. Өмірі олай жұмыс істеп көрмеген агенттік біздің белсенділерге, тіпті сол жердегі қызметкерлер айтады, біз өмірімізде мұншалықты жұмыс істеп көрмеп едік деп. Олар, бірақ олардың функциясы біз ай сайын өзіміздің жалақымыздан жиналған бюджет ақшасынан олар жалақыны сол үшін алып отыр. Бірақ өздерінің функциясын орындап үйренбеген олар. Халықты қабылдап, халықпен жұмыс істеп, олар сол үшін арналған орган ғой. Жанболат халыққа мына орган сендердің мәселелеріңді шешу керек, сол үшін біздің бюджеттен жалақы алып отыр деп көрсетті. Болды. Бірақ оны біздің тергеу органдары басқаша қабылдап, Жанболаттың, енді бұл жерде мен саяси мағына көрем. Жанболаттың сөзінен кейін соншалықты адам агенттікке барып арыз жазғанын көрген билік шын мәнінде қорқып кетті. Шын мәнінде шошып кетті. Өздерінің ымыралас оппонентінің халық арасында сонша аудиториясы бар екен, соншалықты сөзінің өтімді екені оларға шынымен қорқыныш ұялатты. Бұл жерде жаңа Тоқаевтың бір қызығы сол Жанболаттың қамауы Тоқаевтың жолдауының дәл алдында болды ғой. Бұл жерде де сондай бір байланыстың бар деп ойлайсың ба? Мен ойлаймын, бұлар Жанболаттың жасы бар, 30-дан жаңа асқан жігіт дегендей. Сондан кейін бұлар қанша ымыралас оппонент болса да, басқа болса да, кішкене серьез қабылдамай жүрді. Бірақ дәл сол агенттікке Жанболаттың сөзінен кейін ағылған қарапайым халықты көрген кезде, олар Жанболаттың аудиториясының, Жанболаттың беделінің халық арасында қаншалықты екенін көрді. Ең алғаш биліктің Жанболаттың алдындағы нақты үрейі сол несиелік амнистияға байланысты пайда болды. Олар жалма-жан қылмыстық іс қозғады, жалма-жан Жанболатқа не істейміз деген ақылдасу бастады. Одан кейін көп ұзамай қаңтарда қанша адам билікке қарсы шықты, және сол қаңтарда 3 күні Алматыда орталық алаңға шыққан Жаңаөзенді қолдап, 4 күні Алматы аренаға шақырған Жанболат болды. Олардың Жанболаттың алдындағы үрей тіпті күшейе түсті. Шындығы керек, қаңтар оқиғасынан кейін, одан кейін қаңтар кезінде азапталған Дәурен түрмеден шығып айтқан сөздерінен кейін Жанболатқа бүгін болмаса ертең бұл билік келетінін біз білдік. Бұл қамаудың болатынын да білдік. Себебі Дәурен Досияровты азаптаған кезде тергеу ұрып соққан. Дәурен Досияров деген ДПК-ның олда бір белсендісі. Олда 4 күні Алматы аренаның қасында болған, Жанболаттың қасында. Жанболатты ұстаған кезде оны да ұстап алып кеткен. Содан кейін барлық бейбіт жиында ұсталғандарды босатқанмен Дәурен Досияровтың 11 қаңтарға дейін қайда екенін біз білмедік. Интернет қосылғанға шейін біз Дәуренді жоғалтып алдық. Бізге бірде-бір орган жауап берген жоқ, бәрі хаос болып атты. Ең соңына келген кезде туысқандарына тіпті полиция өліп қалған шығар, қайдан білеміз деп айтты. Содан кейін 11 күні интернет пайда болған кезде мен пост жаздым, біз Дәуренді осылай жоғалтып алдық, полиция өліп қалған шығар деп атыр, осындай сұмдық болып атыр деп адвокаттың нөмірін қалдырдым. Сол кезде адвокатқа бір жігіт хабарласады. Дәуренді мен ДП-да азапталып жатқан жағында көрдім. Мен Дәуреннен бұрын шықтым, ол әлі сол жерде деп. Содан кейін барып, Жанар ДП-да сендерде анық екенін білем деп талап қойғаннан кейін барып, Дәуреннің сол жақта екенін мойындалды.
Дәуренді енді оның 4 күні митинг жаңа басталғанда ұсталса, ана тәртіпсіздікке басқа қандай қатысы болуы мүмкін. Дәуренді еш кінә тақпастан, еш кінә артпастан 10 күн бойы азаптайды да шығара салады. 13 күні Дәурен шығады, үйіне келеді қан жоса күйінде, жартылай тірі күйінде. Содан кейін бізге айтып береді. Оны азаптаған кездегі жалғыз талап, азаптайды, камераны қосады да, Жанболат басты террорист деп айтады. Сенің аузыңмен айтылу керек дейді. Сол кезде полиция қызметкерлері Дәуренге айтады. Сен өз басыңды құтқар, Жанболатқа енді ештеңе де көмектеспейді, біз оны атып тастадық, өлтіріп тастадық. Сен өзіңді құтқару үшін енді бәрін соған жаба сал, сен Жанболат басты террорист деп айтады. Сөйтіп, Дәурен әрине ол мықты жігіт, ол ондайды айтқан жоқ, ол азаптаудың бәріне шыдады. Ол шыққан кезде, шығаратын кезде оған қағазға қол қойғызып алады. Бұл да жерде болған затты айтсам, менің үстіме қылмыстық іс қозғалады деген сияқты. Және шыққан кезде Жанболатқа қатысты айтқан сөздерімізді айтсаң, саған наркотик салып жібереміз. Оның қолына кеп пистолет ұстатады. Осы пистолеттен адам өлген, егер шығып Жанболатқа қатысты айтқанымызды айтсаң, онда үстіңнен қылмыстық іс қозғаймыз деп айтады. Бірақ енді Дәурен шын мәнінде нағыз азамат. Ол шығып Жанболатқа төніп тұрған қауіпті, оның не себепті азапталғанын толық айтты. Бізге ғана емес, ол Нью-Йорк Таймстан бастап Қазақстанда қанша журналист бар, шетелден келген, барлық журналистерге ол ақиқатты жайды. Сондықтан ол сол Дәуреннің сөзімен де айтылған. Сосын Жанболат 5 күні Жанболатқа шабуыл болды, шын мәнінде өлтіріп қоя жаздады. Одан кейін Жанболат еш жиғаннан кейін, Дәуреннің сөзінен кейін түсіндік біз, Жанболатты бүгін болмаса, бұлар ертең қамайтын, Жанболаттан соншалықты оларда үрей бар екенін түсіндік. Сосын Жанболат тез арада эфирлар жасап, шетелдік Нью-Йорк Таймс, CNN, барлық Bloomberg барлығына сұхбат беріп, ең болмаса, бұлар мені жауып тастағанға дейін, мен қаңтар шындығының ешқандай террорист болмағанын, арасында өзім болғанын, мен сияқты шал кет деген Назарбаев режиміне қарсы адамдардың көтерілісі болғанын мен шындықты жайып салам деді. Егер бұлар Жанболатты өлтірумен, жақтастарын азаптап, қорқытумен үнін өшірем десе, шынымен қатты қателеседі. Себебі керісінше өлімнен қалғаннан кейін, жақтасы азаптау туралы айтқаннан кейін, өзіне қамалу қаупі төніп тұрғанын білгеннен кейін, Жанболат керісінше шындықты тез арада тарату ісімен айналысты. Елден кетем деген ой болған жоқ па сол жерде? Жоқ, Жанболатта былтыр Байбекпен, Назарбаевтың партия бойынша орынбасарымен соттасқан кезде Байбек мынадай сөз айтты. Жанболат әйелі екеуі өстіп үлкен лауазымды адамдарға тиісіп, сотты болып, бэкграунд жасап, шетелден саяси баспана алғысы келеді деп. Сол кезде біз айттық, Байбек аяғы салбырап аспаннан түскен сияқты. Себебі біздің бірінші қарсыласымыз Байбек емес. Біз 15 жылдан бері, 18 жасымыздан бері осы режиммен күресіп келеміз. Жанболат 12-ші жылы Жаңаөзен ісі бойынша істі болды. 17-ші жылы Мұхтар Әблязовтың ісі бойынша істі болды. Осы елде болған үлкен саяси қудалау, репрессиялардың бірінен Жанболат құр қалған емес. Жасы қаншада болса да, қандай қызмет істеп жүрсе де, газет шығарса да, журналист болса да, одан міне саясаткер болса да, осы елде қандай 37-нің лебі үнемі болып тұрады ғой. Сондайдың бірінен қалған емес Жанболат. Біз саяси баспана сұрасақ, басқа елге кеткіміз келсе, бізде мүмкіндік өте көп болды.
өте көп болды. Сондықтан менің де бэкграундыммен, Жанболаттың бэкграундымен біз кез келген елден саяси баспана ала алар едік. Сосын Жанболат ол үш тілді азамат. Ол қазақ тілінде, орыс тілінде қаншалықты жазып, қаншалықты сөйлесе, ағылшын тілінде де тура солай жазады, сөйлейді. Оның тіпті дипломы бітірген ағылшын тілінің маманы. Сондықтан біз өзге елге кетсек, аш қалмайтынымызды, қолдаусыз қалмайтынымызды біз анық білеміз. Біз қайда жүрсек те бала шағамызды асырай алатындай біліміміз де, білігіміз де жетеді. Бірақ бізде принцип, біз неге өз елімізді ұры қарыға тастап кетуіміз керек? Неге ұры қарылар біздің елімізде емін-еркін өмір сүру керек, тонау керек, халқымызды қанау керек, ал біз солардан қашып шетелде бас сауғалауымыз керек? Жоқ, олай болмайды. Біз ол принципті әуелі күрес бастағаннан бері ұстанып келеміз. Біздің кішкентай балаларымыз бар. Үш баламыз бар. Біз олардың өзге елде ешкім емес болып өскенін қаламаймыз. Олар өз елінің азаматы болғанын қалаймыз. Олардың қазақ болғанын қалаймыз. Өз жерінің иесі болғанын қалаймыз. Оларды бір жерге жүргізіп қою үшін күрес жүрген жоқпыз. Сондықтан бізде ешқашан бұл елден кету, қудалауда қысымнан қашу деген принцип болған емес. Жалпы мына қазір енді Демпартияның болашағына келер болсақ, Жанболаттың енді қазір үстіне қозғалған екі істе, екеуі де қылмыстық іс, екеуі бойынша да бірнеше жылға қамалып кетуі әбден мүмкін. Сондай ойларың бар ма? Сондай мүмкіндікті қарастырдыңдар ма? Қарастырсаңдар, Демпартияның болашағы қалай болады? Сен өзің Демпартияны ары қарай жүргізуге, тіркеуге сондай жоспарың бар ма? Жалпы қазір таза заңдық тұрғыдан келетін болсақ, Жанболаттың адвокатының да сұхбатын көріп жүрсіздер. 274 бапта, 378 бапта қылмыстық тұрғыдан жеңіл баптар. Ол жақта тіпті қазіргі Жанболаттың 2 ай тергеу кезіндегі қамағы заңға қайшы. Біз содан ақ бұл істің саяси астарын еш Жанболаттың бүкіл билікке деген сыни көзқарасын, басқаны қарастырмай-ақ, осы 2 бап бойынша басқа адам болса, ешқашанда қамау санкциясын қолданбайды. Себебі заңда қарастырылмаған. Бірақ заңды белшесінен басып, Жанболаттың құқығын шектеп, оны қамауға алып отырғаннан кейін, бұл іс заң тұрғыдан емес, саяси тұрғыдан шешілетін білгеннен кейін, және қаңтар оқиғасы бойынша Жанболаттың үстінен 272 баптың да қозғалып тұрғанын біз білеміз. Ескерсек, біз биліктің қандай шешім қабылдайтынын білмейміз. Бұл жақта анық айту керек. Тергеуде, сотта ештеңе шешпейді. Бұл жерде бұл Тоқаевтың шешімі болады. Таза Тоқаевтың шешімі болады. Таза Тоқаевтың біз қандай шешім қабылдайтынын білмейміз. Сондықтан біз барлық жағдайды қарастырамыз. Бірақ десек те біз Демпартияның қазіргі ең бірінші алдыға қойған мақсаты қалайда заңсыз қамақтан Жанболат Мамайды алып шығу. Біз ол үшін не істеу керек? Оның барлығын істейміз. Халықаралық ұйымдармен байланыс, ақпараттық қолдау, физикалық қолдау, оның барлығында жақтастары дәл қазір жасап жатыр. Ары қарай жасаймыз да, және ашық айтамыз, біз Тоқаевқа Жанболат бостандыққа шықпай тыным бермейміз. Екінші мәселе партияға қатысты. Егер Тоқаев партияны тіркеу жағдайын жеңілдеткен болып, 5 мың ғой енді, 20 мыңнан түсірді ғой. Өзінің қолдан тәрбиелеген бала шағасын, өтірік оппозицияны тіркей, Жанболатты қамап тастадым, Демпартия енді аяққа оралмайды десе, онда да қатты қателеседі. Себебі біз Демпартияны тіркеу процесін тастамаймыз. Біз Жанболаттың ісін
жалғастырамыз. Егер бұл билік Жанболатты қамау арқылы Демпартия деген бас аурудан құтылдым десе, біз енді ол бас ауруды 2 есе күшейтеміз. Дәл қазір сол Тоқаев айтқан 700 емес 1000 қол бізде дайын тұр. Заңды қабылдап, ертең тіркеуді бастаймыз десе, біз ол қолды апарып береміз. Оны тіркемей тағы да басқаларды тіркеп кедергі жасап жатса, істейтін наразылықты істейміз. Егер басқалармен қатар бізді тіркеп, Жанболат түрмеде отыр ғой деп қорықпай, бізден не күтуге болады деп тіркеп, арғырай 5000 адам болса, 5000 адам жинау мәселесі болса, біз қазірден бастап сенімдіміз. Егер ұйымдастырушы топты тіркеді, біз съезд өткіземіз, енді бізге 5000 адам керек десек, онда сол 5000 адам сол күні өз аяғымен келіп бізге қол қойып береді, Демпартияға қосылады. Өткен жол 20 000 қол жинап бердіңдер, сендер? Біз 1000-ды жинадық, бірақ съезд өткізуге мүмкіндік бермеді. 20 000 қол ол съезден кейін басталады. Дәл қазір сол сияқты 700 бізде дайын тұр. Съезд өткізуге де дайынбыз, барлығын жасауға дайынбыз. Қазіргі Жанболаттың аудиториясымен, Демпартияның беделімен, әсіресе қаңтар оқиғасы кезінде бүкіл партиямын, саяси күшпін дегеннің бәрі ауада қалқып жоғалып кеткен кезде, Демпартия ғана халықтың ішінде болған ескерсек, ол 5000 адам деген бізге еш мәселе емес. Сондықтан Тоқаевта бізді заңды түрде тіркемеуге ешқандай себеп жоқ. Біздің құқығымызды шектеуге себеп жоқ. Шектесе, ол басқа әңгіме болады, бірақ біз өз құқығымызды пайдаланамыз. Жалпы басқа партиялар демекші, мына қазір Болат Әбілов қайта шықты, саясаткер болам деп. Ол да 13 ақпанда митингті ұйымдастырушылардың бірі деп айыппұл төлеген адам. Одан кейін Олжас Сүлейменов партия тіркеймін деп жатыр. Одан кейін ел тірегі деген бар, бірдеңке Қазақстан дегендер бар. Осы жаңа құрлам деген партиялардың барлығын алатын болсақ, біреуіне ең болмағанда сенімің бар ма? Жанболаттың сенімі бар ма? Ең болмағанда осылардың біреуімен серіктес болам деген бір ойларың бар ма? Жоқ. Ешқандай да біздің ондай сеніміміз жоқ. Себебі сол 13 ақпан күнгі митингке келеміз деп көптеген күштер жариялады, айтты. Бірақ 13 ақпан күні де Досаевты күтеміз, жазықсыз отырған жігіттердің бостандығын талап етеміз, біз осы жерден кетпейміз дегенде Жанболаттың қасында кім қалды? Жаңағы лидеріміз, халықпен біргеміз, партия боламыз деген күштердің бірі қалды ма? Бірі де қалған жоқ. Сол жерде алаңда Жанболат, Жанболаттың жақтастары және қарапайым халық түрмеде азапталып жатқан жігіттердің туыстары қалды. Сондықтан дәл қазір біздің ешқайсына да сеніміміз жоқ. Сосын Назарбаев режимінің қылышынан қан тамып тұрған кезде, былай қарағанда, өздерінің күйін күйттеп, бизнеспен айналысып, Назарбаев режимінің адамдарымен, олигархтармен ауыз жаласып жүрген адамдардың бүгін келе қалып партия құрып, күресті бастап кетем дегені, тіпті моральдық тұрғыдан мен үшін қабылданбайтын зат. Ал бұл тұрғыда Жанболаттың да, Демпартияның да әсіресе соңғы 3 жылда қосқан үлесі өте көп. Халықтың ішінде болған, халықтық бастамалар көтерген, ең соңында қаңтар қырғын кезінде халықпен бірге алаңда болған, бастаған, соңына дейін бірге болған, тіпті өлім аузынан қалған, ол Жанболат және Демпартия. Сондықтан бізді тіркемесе, бізді деп мен қазір анық айта алам, Жанболатты қамаудан шығармаса, Демпартияны тіркемесе, онда бұл қоғам олардың кез келген тіркеген партиясын қабылдамайды. Олар оны да түсіну керек. 30 жыл Назарбаев елді алдап, диктатурасын жалғастырып келсе, Тоқаев оны қайталайым деп ойламасын. Қазір заман өзгерген, қазақ өзгерген, Назарбаевты
былай қарағанда не ескерткішін құлатып саналы түрде тарих күресіне лақтырған халыққа Тоқаев кім? Сондықтан Тоқаев қазір қулығын асырып, уәделер беріп, өзінің ойыншық оппозициясын тіркеп, сол уақытта Жанболатты қамауда ұстап, Демпартияны қысып, елді, халықты, қазақты өзгеріске сендіре алам десе, онысынан түк шықпайды. Жалпы кейбір сарапшылардың айтып жүргені, Тоқаевтың Жанболаттың ұнатпайтындығы емес, Жанболатқа қарсы осындай санкциялар жүргізіп, жаңағыдай қамап жатқандығы, ең бастысы сол Ресейден қорыққандығы. Себебі Жанболаттың сондай бір ұлтжанды несі бар, позициясы бар. Қазақ тілін ең алдыға шығаратын сондай нелері бар. Сол жағынан дұрыс деп ойлайсың ба, бұлардың айтып жүргендері? Бұның да бір қатысы бар деген ойың бар ма? Және де жалпы Ресеймен, ДПК-ның Ресейге деген көзқарасы қандай? Ресеймен біз қандай қарым-қатынаста болуымыз керек қазіргі жағдайда, соғыстың жағдайында әсіресе? Ресеймен ешқандай қарым-қатынас болмау керек. Бірақ экономиканың тәуелділігі тағы бар. Бір елге барып, бала-шағасын қырып жойып, соғыс ашқан мемлекетпен біз доспыз деп айту, ол моральдық тұрғыдан дұрыс емес. Мен ондайды қабылдай алмаймын. Біз қалай... Тоқаевтың айтқан сөзі бар ғой, Құдай берген көршіміз. Құдай қанша берсе де, ондай көршіні ары қарай қабылдау. Былай қарағанда, сен, мен, Белла үшеуміз дос дейік, сол кезде, мысалы, мен барамда Белланың үйін тонап, бала-шағасын қырып, үйін басып алам, өзін қаңғытып жерем, бірақ сол уақытта саған айтам. Жоқ, біз доспыз ғой, бұрыннан доспыз, біздің бірге жұмысымыз бар, екеуміз бірге жұмыс атқарып жүрміз, ортақ табысымыз бар. Енді қарым-қатынасты жалғастыра береміз, Белла не болса, о болсын десем, сен менімен ары қарай дос боласың ба? Тура сол сияқты ғой. Енді Путинмен, Ресеймен болашағын байланыстырған, онымен байланысты қандай да бір сылтаумен ақтаған саясаткер, ол саяси өлік. Шындығы керек. Саяси өлік. Ол мүмкін емес, болуы да мүмкін емес. Сондықтан бұл сөздің жаны бар, және кезінде Қазақстанда Еуразиялық экономикалық одаққа кіреміз, кедендік одаққа кіреміз, Ресеймен байланыс болады деген кезде, сол кезде қарсы шығып жүрдіңдер. Антиеуразиялық форум өткізген, кедендік одаққа қарсы Ресей елшілігі алдында пикет ұйымдастырған дәл Жанболат Мамай. Сол кезде жасы 25-тің шамасындағы жігіт болса да, Ресейдің империалистік амбициясымен ол елмен дос болу қаншалықты қауіпті екенін сол кездегі 25 жастағы Жанболат ашық, анық айтып, Еуразиялық экономикалық одақ айтқан. Мәселе тіпті қаржыда емес, ақшада емес, Ресейдің империалистік амбициясы сақталған уақытта онымен қандай да байланыс болашақ үшін қатер екенін сол кезде жап-жас жігіт айтқан. Жалпы Демпартия туралы айтатын болсақ, Демпартияның жақтастары кім? Бір демографиялық портретін бере аласың ба? Орташа бір жақтасының. Демпартияның жақтасы қарапайым қазақ. Оның ішінде көп балалы ана да бар. Оның ішінде зейнеткер жасындағы үлкен кісілер де бар. Оның ішінде студент жастар да, жұмысшы жастар да, оның ішінде жұмыссыздары да. Сондықтан ол бір көбінесе сол тұрмыс жағдайы онша емес. Тапқа нетілген емес. Ол кәдімгі осы елде оң өзгерісті қалайтын қандай қазақ азаматы бар, соның бәрі Демпартияның жақтасы. Көбінесе жастар ма, әлде ол орта жастағы адамдар ма? Орта жастағы адамдар көрінетіні. Себебі өздерінің қателігін түсінген, осы елдің болашағы үшін кезінде күреспеген, бірақ дәл қазір баласының, немересінің алдында ұялып, ашық күреске шыққан адамдар, ол ашық түрде Демпартияны қолдайды.
Ал жастар, орта тап өкілдері дейміз ғой, бизнес өкілдері. Біз білеміз, Демпартияны жақтайды. Осы елдің болашағына, осы елдің өзгеріс болуына, осы елдің жақсылыққа жетуіне Демпартияның қосар үлесін білет. Бірақ дәл қазіргі режим кезінде ашық қолдауын білдіре алатындар санаулы. Жалпы осы бизнес өкілдері қолдайды деп жатсың. Жанболаттың да өзіңде бұрынғы айтып жүргені, бизнес өкілдері партияны қаржыландыратындар ең алдымен сол бизнес өкілдері. Иә? Дәл қазір партияны кім қаржыландырып жүр? Солар ма? Әлде басқа жерден тағы да қаржы көзі бар ма сіздерде? Бізде ешқашан өзгеріс болған емес. Бастапқыдан партияны қолдайтын, ашық түрде қолдайтын және жабық түрде қолдайтын адамдар бар. Олар ешқандай олигарх емес, олар үлкен ірі байлар емес, олардың бір билікке немесе басқаға таласы жоқ. Біз ондай жағдайда қаржы қабылдамас едік. Себебі біз билікке басқаға амбициясы бар адамдардың ойыншығы болмаймыз. Ол біздің ең басынан бері ұстанған қағидатымыз. Осы уақытқа дейін 15 жыл күрестің ішінде Жанболатты кімге телмеді? Анадан ақша алады, мынаның ойыншығы, мынадан ақша алады, мынаның ойыншығы деген. Бірақ соның бірі де дүниеде, өмірде өзінің несін тапқан жоқ. Подтверждениесін тапқан жоқ. Себебі оның бәрі жалған, оның бәрі жала. Сонда сіздерге қазір қолдап жүрген, көмектесіп жүрген ақшалай, қаржылай? Ол ортаңқол адамдар. Ортаңқол адамдар. Ірі бизнес өкілдерінен, олигархтардан біз ешқашан ақша қабылдамағанбыз, қабылдамаймыз да. Себебі ірі ақша берген адам ол біздің саясатымызға, біздің күресімізге араласқысы келеді. Біз оны басынан бастап білеміз. Сондықтан біз саналы түрде ондай заттан бас тартқанбыз. Сондықтан ол қарапайым адамдар. Аса кедей емес, аса көп ақшасы жоқ, бірақ десек те осы елде оң өзгерісті қалайтын, және ол оң өзгерісті Демпартия және тұлға ретінде Жанболат алып келетініне сенетін адамдар. Солар қаржыландырады, бірақ ол сондай да ірі қаржы емес. Ірі қаржы бергісі келген адамдардан біз ешқашан қабылдамаймыз. Себебі біздің өмірімізге, күресімізге, көзқарасымызға, бағытымызға кімнің де ықпал еткенін біз қаламадық, қаламаймыз да, болашақта да біз дәл сол позицияны ұстанатын боламыз. Жалпы қаржыға келетін болсақ, қайтадан сол несие кешірілсін деген ұрандарың бар, иә, бірақ біраз сарапшылардың айтуы бойынша бұл жаңағыдай кәдімгі шын өмірде жүзеге аса алмайды. Себебі көп адам бар, енді айтып тұрған жоқпын барлығы деп, бірақ біраз адам той жасауға несие алады, көлік алуға несие алады деген сияқты. Олардың барлығының несиесін кешіруге болмайды деп жатыр. Бұл жаңағыдай экономикалық қағидаларға қарсы келеді деп жатыр, қайшы келеді деп жатыр. Соған көзқарасың қалай? Сол ойға. Жалпы Демпартия несие туралы бастаманы көтергеннен бері ол бүкіл несие емес, андай тұрмыстық несие, миллион теңге ма, 2 миллион теңгеге дейінгі категория бар ғой, тұрмыстық деген. Біз оған әбден көз жеткіздік. Арыз жинаған кезде, неткен кезде, ол кәдімгі дәрілік баласын емдей алмай қалған кезде алған несиелер, құлап қалған үйін қысқа дайындау үшін алған несиелер. Сондықтан бір андай ірі несие деп біз ешқашан айтқан емеспіз. Біз тұрмыстық несиелер деп оны категорияны бөліп алдық. Тұрмыстық несиені жетісіп жүрген адам алмайды. Оны дәлелдеудің қажеті жоқ ешқандай. Сосын бұл жүзеге аспайтын дүние деп былай қарағанда екіжүзділік танытуға болмайды. Әр жыл сайын біздің жоғарғы билік өкілдеріне, оның ішінде сол Назарбаев әулетіне, 90% Назарбаев әулетіне тиесілі банктерге бюджеттен 3 жылда бір, 2 жылда бір мемлекеттік дотация беріліп тұрады. Назарбаев әулетіне тиесілі жеке бизнесті бюджеттің есебінен еш жасырмаштан жариялап, сомасын айтып тұрып, мемлекет қаржыландырады.
Жанболаттың айтқаны, егер бюджет ол халықтың ақшасы ғой, бәрімізге тиесілі ақша. Соны мемлекет сол банктерге бергісі келсе, онда келесі жолы халықтың несиесін кешіру арқылы берсін. Оларға тегіннен тегін емес, бұл жолы тек байлардың жағдайын емес, онда кедейдің да жағдайын жаса. Онсыз да беріп жатсың ғой миллиардты. Сол мемлекеттен берілетін миллиардтың есебінен халықтың несиесін кешір. Ондай практика әлемде бар. Бір емес, бірнеше елдің мысалын Жанболат келтіріп жүр. Жалпы бұл билік Жанболаттан қорқатыны және оны түрмеге қамап қана оның аузын жабам деп ойлағаны Жанболаттың бірде-бір сөзіне қарсы келетін оларда аргумент жоқ. Жанболат несиелік амнистияны айтса, оны жайдан жай айта салмайды. Жанболат саяси реформалар туралы айтса, оны жайдан жай айта салмайды. Оның барлығына білім жағынан да, ақпарат жағынан да басқаны әр сөзін Жанболат шегелеп айтады. Жемқорлардың жемқорлығы туралы фильмдер жариялаған кезде Жанболат оны жай ғана мынау жемқор деп емес, ол жемқор себебі оның қызметі кезінде осындай ақша жоғалып кеткен, оның есегін біз кейін таппадық. Ол мысалы Байбек бойынша, Байбек Алматыдаға әкім болғанға дейін оның әкесінің Астанада бір ғана бизнес центрі болса, бизнес орталығы болса, Байбек әкім болған 5 жылдан кейін Байбектің әкесінің 4 бизнес орталығы пайда болған. Егер Байбек әкім болғанға дейін Байбектің серіктестері, бизнес әріптестері әкесінің бірге бизнес жасайтын. Ол бәріміз білеміз, ол Байбектің бизнес әкесінің атына жазылған. Яғни Байбектің бизнес серіктестерінің Алматыда бірде-бір бизнес нысаны болмаса, көбі негізінде Астанада ғана орналасса, Байбек әкім болған 5 жылдың ішінде Байбек әкесінің серіктестерінің Алматыда ондаған бизнесі пайда болады. Сондықтан Жанболат Байбек соттасты емес пе? Сондықтан Жанболат еш сөзді негізсіз айтпайды, ешкімге жала жаппайды, өтірік айтпайды, тіл тигізбейді, барлығын дәлелмен айтады. Мысалы, қазір Назарбаев әулетінің шапағатында шомылып жүргендердің күн шуақты кезеңдері кеткен уақытта дейік, былай қарағанда, иә. Байбектің өзі тергеудің үстінде. Байбектің үстінен қазір тергеу қозғалды. Қазір қамауға алынған Боранбаевқа заңсыз жер берілген дегенді Қазақстан ұлттық арнасы жаңалық ретінде айтып жатыр да. Ал соны 1 жыл бұрын қаңтарға дейін Жанболат фильм ретінде дәлелдеп көрсетті. Міне Назарбаевтың құдасы Боранбаевқа өстіп жер телімдерін берді деп. Сол кезде Назарбаев соты Жанболатты Байбекке жала жапты деп кінәлі қылып танып, былай қарағанда түк журналистік тергеуге қатысы жоқ. Жанболат екеуміздің жүргізуші куәлігімізге дейін айырып тастады. Бұларға шынымен дәл қазір бізді азаматтықтан айырып тастау ғана қалды. Қалғанының бәрін істеді осы уақытқа дейін. Байбекке былай қарағанда журналистік зерттеу қайда, жүргізуші куәлігі қайда, бірақ Байбек туралы фильмді YouTube-тан өшірмедіңдер деп сот бізді жүргізуші куәлігінен айырып тастады. Тіпті сондайға дейін барды. Ал дәл қазір қаңтардан кейін Назарбаев әулетінің басынан бақтайғаннан кейін сол Байбекті бәрі жарысып, жемқор, міне Боранбаевқа мынанша жер берген, анаға нан деп жазып жатыр. Сол кезде Жанболатқа Байбекке жала жаптың деп эфирлар арнаған журналистерді, әріптес сымақтарды мен қазір көргім келеді. Түрмеде отырған Жанболаттан кешірім сұраңдар. Қазір сендердің сенген биліктерінің өзі Байбектің ұрлығын мойындап жатыр. Ал 1 жыл бұрын сендердің барлығың Жанболатты өтірікші, жала жапты деп Байбекті, ол кездегі Нұр Отан жетекшісін жақтап, мына жақта бізге бәрі жабылған болатын.
Бір қызығы Тоқаевты сол үшін мақтап жатқандар да көп та, өйстіп жатсыз. Бірақ бір жағынан түсінікті ғой, қаңтар оқиғасы болмаса Тоқаев оны ешқашан істемес еді, иә? Ол енді не істегесін, оны тыққаннан кейін, қорқып қалғаннан кейін сөйтіп жатыр оның барлығы. Бірақ сонда да мына соңғы 16 наурыз күні жолдаған бір несі бар, сөзі бар. Жаңа Қазақстан деді, жаңа реформалар ұсынып жатырмын деді. Соны қарадың ба? Соған бір қандай да бір сенімің бар ма? Былай қарағанда, шын жаңа Әсем сен анық айттың. Егер Жанболаттың күресі болмаса, қаңтар оқиғасы болмаса, Тоқаев мынандай билікке қолы жетпес еді. Кім қалай десін, Назарбаев режимін құлатуға Жанболаттың үлесі тарих өзі анықтап берді. Бұған дейін Жанболат туралы былай айтқандар бар, олай айтқандар бар. Бірақ біз үнемі айтатынбыз, аққа Құдай жақ. Жанболаттың кім екенін тарих өз орнын береді және өз айқындайды деп. Шынымен қазір Назарбаев режимін құлатуда Жанболаттың үлесін жоққа шығаруға ешқандай негіз қалмады. Кім не десе де. Тоқаев та қазіргі билігін қолына алмас еді. Егер Жанболаттың күресі болмаса. Бірақ соны көрген Тоқаев ары қарай Назарбаев режимін жалғастырам деп Жанболатты қамап, аузын жауып, шындықтың бетін жауып, дәл сол күйінде режимді ағай жалғастырам. Бірақ өзін реформатор деп жүр ғой. Қайдағы реформатор? Реформатор билікке ашық шындықты айтып жүрген саясаткерді түрмеге қамамайды. Реформатор реформасын репрессиядан бастамайды. Реформа туралы уәделері, сөздері дәл қазір мен Тоқаевтың 16 наурыздағы айтқандарын талқылағым келмейді. Себебі олар мен үшін бос уәде және сөз. Біз 30 жылдың ішінде Назарбаевтың да аузынан талай уәдені естідік, соның бірі жүзеге асқаны бар ма? Біз дәл қазір іспен бағалайтын уақытқа жеттік қой. Сөзден тойдық, уәдеден тойдық. Өткенде шал кет деп Алматының алаңына шыққан 30 мың жас азамат сөзден де уәдеден де тойған адамдар. Шын, біз оларды көрдік. Біз олардың эмоциясын өзіміздің бойымызға сіңірдік. Біз олардың арасында болдық. Енді Тоқаев соны көре тұра, қаңтардан сабақ алмай, әрі қарай дәл солай жалғастырам десе, бос уәдемен, ол бос уәдені біреулердің аузымен мақтатумен нәтижеге шығам десе, ол қателеседі. Бұл жерде мені бір ойландыратын нәрсе, Тоқаевтың нелері көп, ресурстары көп, қаржысы көп. Бұл алаңға шыққандарды да, наразыларды да алдай ала ма қазір? Себебі жаңа Қазақстан деп ұрандатып жатыр, бәрі өзгерет болды, Назарбаевтың жақындарының бәрін жаптық деп жатыр. Бұл жерде жұрт алданып қалу мүмкін деп ойлайсың ба? Жоқ, енді алданбайды. Себебі айтып тұрмын ғой, 30 жыл Назарбаев режимін көріп, мен үшін Талдықорғанда құлаған Назарбаевтың ескерткішінің символдық мағынасы бар. Мен ойлаймын, осы режимнан қорқу үрейі қарапайым қазақтың бойынан сол ескерткішпен бірге құлады. Қалай дегенде де құлады, оны ешкім өзгерте алмайды. Дәл қазір Тоқаев Назарбаевтан асып түсті репрессия бойынша. Жаңаөзенде 11 жылы Назарбаевтың бұйрығымен Жаңаөзен мұнайшыларын атып тастаса да, одан 10 жыл уақыт өтсе де, Назарбаев қулығы сондай, әлі кім оқ атуға бұйрық берді деген сұрақты ауаға қалқытып қойған. Бәрі біледі Назарбаев бұйрық бергенін. Бірақ ол өз аузымен мойындаған емес. Иә, ал Тоқаев өз аузымен бұйрық бере тұра, жүздеген қарапайым адамды атып тастады. Сонда да мен қорқтым ба? Одан. Сіз Әсем мысалы қорқасыз ба? Жоқ. Иә, ол мүмкін емес. Енді ол мүмкін емес. Оны біз жеңдік. Сондықтан адамдарды төмен бағалау, ол Назарбаев режимінде болды. Адамдарды асыра төмен бағалау, сүйек саяқ
лақтырып алдаймыз деген ит деңгейінде көру, ол Назарбаев режимінің практикасы. Және Тоқаев соны жалғастырам десе, оның да болашағы бұлыңғыр. Алдада сол қаңтар оқиғасында емес, енді бірақ толқулар болады деп ойлайсың ба? Егер Тоқаев дәл осы бағытты жалғастыратын болса, реформа туралы ауызбен айтып, бірақ іс жүзінде Жанболат Мамайды мысалы түрмеге қамап, билік оппоненттерін қудалап, қаңтар оқиғасында шалкет деп алаңға шыққан жастарды азаптап, одан кейін ұзақ мерзімге соттап, осы бағытты жалғастыратын болса, іс жүзінде Қазақстан өзгермей, сөз жүзінде ғана уәделер беріліп, оның ешқайсы жүзеге аспаса, ана інісін, келінін, құдасын қамау арқылы қазақты алдаймын десе, онда қатты қателеседі. Егер Тоқаев өзін президент ретінде болашағын жалғастырам десе, онда бірнеше шарт бар. Назарбаевтың өзін, оның қыздарын түрмеге қамау керек. Және оның барлығы публично дейді ғой, ашық түрде жасалу керек. Олардың миллиардтары қазынаға қайту керек. Және қайтты, бізде енді мынандай ақша бар деген андай ауадағы қалқыған қиял емес. Ол әлеуметтік теңдікті орнатуға тез арада жұмсалуы керек. Себебі қазір мен құқық қорғаушы ретінде қаңтар кезінде азапталған жігіттердің қазір түрмеде отырған. Отбасылармен жұмыс істеп жатырмын. Енді олардың қаншалықты әлеуметтік төмен өмір сүретінін енді ауызбен айту мүмкін емес. Ол аянышты. Қазақтың 30 жыл тәуелсіздікте солай өмір сүріп жатқаны шын мәнінде аянышты. Бар болған 18 миллион халық. Бар болған 18 миллион адамның, иә. Сондықтан Тоқаев бірінші кезекте Назарбаевтан бастап бүкіл әулетін қамау керек түрмеге. Біз және көруіміз керек олардың қамауда отырған. Олардың үстінен ашық, объективті сот өту керек. Біз оны да көруіміз керек. Олардың миллиардтары бюджетке қайтып, Қазақстанда әлеуметтік теңдік орнатуға жұмсалғанын көруіміз керек тез арада. Билікке оппоненттер ең бірінші кезекте Жанболат Мамай түрмеден шығу керек, Демпартия тіркелуі керек. Жаңағы қазірше Тоқаев аузымен ғана айтып отырған сайлау туралы басқа заңдар тез арада жүзеге асып қол қойылу керек, парламент таратылу керек. Жақын уақытта парламент сайлауы, одан кейін көп ұзамай президент сайлауы болу керек. Оған Жанболат Мамай және басқа да осы биліктің ымыралас қарсыластары, ана ойыншық оппозициясы емес, қолдан тәрбиелеп алған бала шағасы емес, ымыралас оппоненттері қатысу керек. Халық өзі таңдаған депутаттарды парламентке отырғызғанын, өзі таңдаған президентті президент қылғанын көру керек. Сол кезде ғана Тоқаевтың тарихи рөлі қазіргіден сәл жақсырақ болуы мүмкін. Ол оны істеуге міндетті. Оны істемесе, оның тарихи рөлі онсы да белгіленген, бірақ қиындай түседі. Және оның физикалық билігі де және өзіне де қауіп күшейе түседі. Себебі қаңтар кезінде неге Алматыда бірде-бір билік өкілі қалмады? Сағынтаев қалмады, полиция басшылары қалмады. Неге кеше аманат деп концерт өткізіп жүрген Нұр Отанның өкілдері халықпен бірге болмады? Ол билік партиясы ғой. Осы халықтың бүкіл жұмысын атқарып отырмыз, осы халықты біз билеп отырмыз, басқарып отырмыз. Біз болмасақ бұлар жоқ болар еді деп отырғанның бірде біреуі Алматыда болған жоқ. Олар халықтың қаһарынан қорқып, өздерінің қылмысын мойындап жоқ болып кетті, қашып кетті. Сондықтан Назарбаевтың өзі бункерға тығылып қашты, Түркияға. Ал Тоқаев дәл қазір сол жағдайда отыр.
Тоқаев та осы режимнің белді мүшесі. Тоқаев қарапайым адамдарға оқ атуға бұйрық берген президент. Тоқаев әлі күнге шейін полиция оғынан қаза тапқан 238 адамның тізімін жариялауға қорқып отырған адам. Сол тізімді жариялауға қорқып қуыстанып отырған адам қалай билігін сақтаймын дейді. Қалай елді қорқытып, үркітіп, ары қарай осылай жалғастыра аламын дейді. Мен оған миым жетпейді. Сондықтан жаңа мен айтқан бірнеше шарт жасалмай, Тоқаевтың өзінің де, билігінің де болашағы бұлыңғыр. Оны мойындайтын, соған сәйкес қимылдайтын Жанболатты бостандыққа шығаратын уақыт келді. Шынымен бұл бұлай жалғаса беруіне болмайды. Жалпы енді азаматтық қоғамның біраз енді қалдықтар бар ғой әлде. Жанболатқа алаңдап жүргендер бар. Дем партияға көмектескісі келетін адамдар бар. Осылардың барлығы қазір не істеу керек көмектесу үшін Жанболатқа? Себебі ешқандай бір қысым болмаса, Тоқаевтың ештеңе істемейтіні анық. Оған қысым көрсетуіміз керек. Қалай қысым көрсетуге болады деп ойлайсың? Дәл қазір Жанболаттың әр соты, Жанболатқа қатысты қандай да ақпараттық түрткі, ол бүкіл қоғамның назарында болу керек. Ол жағын біз өз мойнымызға аламыз. Жанболатқа қатысты қашан қандай процесс болады, қандай жиын болады, оны біз міндетті түрде жариялаймыз. Сол кезде осы елдің болашағын демократиялық өзгерістермен, әлеуметтік теңдікпен және ұлттық азаттықпен байланыстыратын кез келген азамат сол жерде біздің қасымыздан табылу керек. Жанболаттың бостандығы. Ал егер Алматыда болмаса ше? Алматыда болмаса, онда әлеуметтік желілер бар, ашықтық бар. Қорықпауымыз керек. Біз Жанболатты қамау арқылы қоғамға үрей ұялатам, сол арқылы диктатура мен авторитаризмді жалғастырам деген билікке анық, нақты сигнал жіберуіміз керек. Олай болмайды. Сендер Жанболатты қамау арқылы бостандықты тұншықтырам десеңдер, онда сендер өз басыңа жүздеген, мыңдаған, керек болса миллиондаған Жанболатты өз бастарыңа тауып аласыңдар. Жанболатты босатпасаңдар, бұл процесс жалғаса беретін болса, Жанболаттың аты атала беретін болса, сендер қазір Жанболаттан қорқып отырсыңдар. Ол үрейлерің күшеймесе, азаймау керек. Себебі Жанболаттың қасқайған қайсарлығын көрген қазақ жастары жігерлене түседі. Жанболат түрмеде қасқайған қайсар күйінде отыр. Оны көрген, оның рухынан жігерленген қазақ жастары қаншалықты Жанболат түрмеде отырса, соншалықты уақытта көбейе бастайды. Үдейе бастайды. Бұл билікке деген сенім азая бастайды. Сондықтан қолдайық, көрсетейік біз адам екенімізді. Олар ойлағандай жерге сүйек тастаса соған алданатын, ит деңгейіндегі ұлт емес, нағыз азат, өз құқығымызды қорғай алатын, өзіміздің батырларымызды бұл билікке беріп қоймайтын ұлт екенімізді біз көрсетуіміз керек. Қоғам екенімізді көрсетуіміз керек. Ол біздің қоғамдық міндетіміз болса, журналистерден, әріптестерден, өкінішке орай кеше Тоқаевтың алдынан қолынан марапат алып, алданып, мәз болып жүрген әріптестерді көргенде, шынымен мен қарным ашады. Екінші соларды көшеде көрсем мен, амандасам ба, жоқ па деген ой келеді. Ондай емес. Журналистер, әріптестер үрейді қойып, Жанболат туралы ақпаратты барынша тарату керек. Сонымен қатар біз халықаралық ұйымдардан, елдегі демократиялық елдердің дипломатиялық миссияларынан қолдау күтеміз. Себебі іштегі қысым ғана емес, сырттан да қысым болмай, экономикалық қатерлер болмай, бұлардың Жанболатты оңайшылықпен босата қоятыны екі талай. Сондықтан қарапайым азаматтардан, журналист әріптестерден, азаматтық белсенділерден, осы елде өзгерісті қалайтын және халықаралық ұйымдардан және халықаралық демократиялы елдердің біздің еліміздегі дипломатиялық миссияларынан
біз қолдау күтеміз. Осы бірнеше топ бірге жұмыс істеген шақта ғана біз Назарбаев режимінің қолынан, Тоқаевтың қолынан Жанболатты құтқара аламыз. Елді Тоқаев басқарып отырғанмен, әлі де Назарбаев режимі. Сондықтан осыдан 10 жыл бұрын, 12-ші жылы Жанболат Назарбаев режимінің тұтқыны болса, осыдан 5 жыл бұрын 17-ші жылы тұтқыны болса, дәл қазір 2022 жылы да Жанболат әлі де Назарбаев режимінің тұтқыны болып отыр. Сондықтан Назарбаев режимінің сарқын шақтарын біз лақтыруымыз керек, Жанболатты бостандыққа шығаруымыз керек, және Тоқаев өзі Назарбаевтың кебін кигісі келмесе, осы шарттарды тез арада міндетті түрде орындауы керек. Уақытыңды бөліп, бізге келіп сұхбат бергеніңе көп-көп рахмет. Қымбатты көрермен, бізбен бірге болған Жанболат Мамайдың жұбайы, құқық қорғаушы, журналист, саясаткер Инга Иманбай, Жанболатты қолдаймын деушілер, Инганың да, Жанболаттың да әлеуметтік желілеріне жазылып қолдау көрсетсеңіз болады. Олар өте белсенді әлеуметтік желілерде, және де міндетті түрде осы видеоның астына пікіріңізді қалдырып, қосымша сұрақтарыңыз болса жаза кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Әсем Жәпішева және Инга Иманбай. Рахмет.